1955 жылы сол елмен бірге Құлымтыдағы елге келіп қосылды. Гансудегі қазақтардың Шинжаңға көшу барысы. 1948 жылдың басына дейін қазіргі Гансу Ақсай ауданына қарасты жерлердегі Жақша, сол кезде Гансу Дунхуа ауданына қарайды. Жерлердегі қазақ ауылдарының бірде-бір қозғалмады. Бұған Гансу өлкелік қазақтарды көшіру комитетінің бастықтары қатты абыржыды. Неше рет адам жіберіп, алты отряд бастары мен ел беделдеріне үгіт айтты. 1948 жылдың басында Шинжаң өлкелік үкіметі Хаби Молла, Нәби Қасым хандарды Дунхуаға барып, ондағы қазақтардың Адубай, Құсман, Салахиттан, Мейірімхан қатарлы бірнеше елбасын тауып, оларға Шинжаң үкіметінің қалай мән беріп отырғанын, қандай қамқорлық жасаған отырғанын үгіттеп, оларды атамекенге қайта көшіп келуге насихаттауға жіберді. Бірақ ешқандай өнім бермеді. 1947 жылдың қысында оралған қазақтарды орналастыру ережесінің белгілемесі бойынша Гансуден Тәунянзу, Дунхуаның оңтүстік тауындағы алты отряд қазақ елінің уәкілі етіп, Ақша Таспике, Мәлік қатарлы 6 адамды бастап Үрімжіге барып, осы орындағы қазақтардың түрлі себептермен осы қыста Шинжаңға орала алмайтындығын, келесі жылы күзде, яғни 1948 жылы тамызда жолға шығатындықтарын түсіндірді. Сол жолы қазақтың Үрімжідегі Қасқа мен Жайсаңдары Мәліктен, Гансуды сол құртша қимайтын атамекен Алтай сауырдан несі артық? Соны айтшы депті. Сонда Мәлік ойланбастан орнынан көтеріле беріп, қыста қар жұқа түсетін қара бауыр болады. Қара күрек түйе жабуламаймыз деп, шолақ қайырып дәретке шығып кетіпті. Сонда тұрған билер, япыр-ай, әлгі қара сұрының қайтырған жауабына десіп бір-біріне қарасты деген аңыз болды. Бұл елдің ояспа қозғала қоймайтынына күмәнді болған Гансу Шинжаң үкіметі 1948 жылдың басынан бастап қызметті күшейтіп, елді осы жылдың соңынан қалмай көшіруге қозғады. Елбасылар үкіметтің көшірмей болмайтынына көздері жеткен соң, малды тойындырып алып, осы күзден қалмай көшеміз деп уәде берді. Сонда да Шинхайдың Гәс Тәжнұр мекендеген Найман Құсайын Тәйжі бастаған 80 түтін біздің қазіргі отырғанымыз Шинжаңның Шақылық ауданына қарасты жер. Егер көшсек, лопты басып қара шәрі жақтан көшеміз. Бізге Гансу үкіметінің қақысы болмасын. Одан да беретін көмегін сол жақтағы қазақтарға молдан бере берсін деп, Гансу үкіметін аяғына отырғызбады. Гансу үкіметі де Құсайынның елі Шинжаң мен Шинхайда көшіп қонған ел жақсылықты білмесе, жайына кете берсін. Ол елге жағасып, несіне шығындарамыз деген позицияда болып, Гәс жаққа ат ізін салмады. Бұдан тыс, Хананбарды мекендеген Жәлік Құсман әтрет басының елінен ағайын арасындағы дау-жанжалды көлденең тартып, Сағидолла Мұхаммедхан бастаған 50-дің үстінде түтін көшпей қалуға бел байлады. 1948 жылы қыркүйектен бастап елдің алды қозғалды. Бұған себепші болған жағдайды тағы Гансу өлкесі Ақсай ауданындағы 80 жастағы пенсионер Жәдік Дәлелхан Қатшыбайұлы былай кеңес қылды. Біз Адубайдың ауылымен бірге Құлақтыны, Жақша Хананбардың шығысындағы жер аты. Біз Адубайдың ауылымен бірге Құлақтыны күзеп отырғанда Дәлелхан төре келіп, мәжіліс ашады екен деп, үй тігіп, одын түсіріп, елді жиынға құлақтандырып әбігер болып жүрді. Бірнеше күннен кейін қасында Әсенкөй деген Дунхуаңда тұратын тілмәш қырғызы бар, 4-5 адам бар, қара машинаға отырып Дәлелхан төре келді. Ет жеңді, ұзын бойлы қара мұртты кісі екен. Үлкендер кеуде соғыстырып амандасты. Батысы Хананбар, шығысы Бесбастауға дейінгі бөктердегі атқа мінген алубасылар түгел жиналды. Жиынды кілем сырмақ салып далаға ашты. Дәлелхан көп сөйледі. Көбінде бірлескен жаңа үкіметтің алға басар, халықтың мүддесін дәріптейтін, әділдікті жақтайтын үкімет екенін, Шыңғысайдың атқа мінерлерді жаныштау саясатының келмеске кеткенін, енді қазақтардың азып-тозып жат есігінде жүре бермей атамекенге оралуының қажеттілігін баса дәріптеді. Соңында қатаң шорт сөйлеп, қазақ біткен түгелімен Шинжаңға көшу керек. Егер кімде-кім көшпей қалса, тауда Моңғол жасағы, ойда Қытай әскері тазалау жүргізіп, қырып кетсе сұрау жоқ. Мына көлденең тас жолды көрдіңдер ме? Үкімет әскерін бір-ақ түнде төге салады деп зіркілдеген есімнен кетпейді. Осыдан соң қарайлап сабатын апиыны жоқ елдің алды көше бастады. Айтпақшы, ертеңінде таңертең жүгіріп әлгі төре Дәлелханға барып, тақсыр, айып-қайғыға көрмеңіз, менің атымда сіз аттаса еді, мына ел көшсе жұртта қалатын болған соң өзіңізге келіп тұрмын дедім, мүсеуреп. Не шаруа сол құрша мені іздейтін? Айт, деді кескін. 2 інім, 1 кәрі шешем бар, 4 жанбыз. Елге елесіп көшетін көлігіміз тапшы.
Болмаса Дунқанға дейін көмкөңізге 4 қанат кереге 1-2 туырлығымызды көмкөңізге сала кетсеңіз дедім. Қысылғанда қамыс шығады деп ес ақылдан жырдай. Әй, жүгіңді артатын түйең болса, тепсе темір үзетін кезің екен, Шинжанға жаяу-ақ жетіп бармайсыңдар ма? Деді өңіміз. Ойбай-ау, оймен қырда түгел әскер болады дедіңіз. Көш соңынан жаяу шұбырған елді жау кетпей ме? Істеген бір қайырымдылығыңыз болсын. Бос көмкөңізге сала кетіңіз дедім. Бойы мүйір болып қалған соң. Япырай, құрым туырлығыңды састасын ғой, бассаң басшы деп айналып жүріп кетті. Мен айту бойынша төренің машинасына бір бөлім жүк басып ілесе жүрдім. Жер Ақсайдың аузына келгенде мен жаяу барып, Салахиттардың ауылына хабар беріп, ауыл азаматтары ат көлік апарып Дәлелқандарды елге жеткізді. Олар үгітін айтып, бір күн қонды, ертеңінде кешке Дунқанға жеттік. Жүгімді түсіріп алып, қайда барарымды білмей тұрсам, өзіміздің Құсыман тәйже, Шақабай, Қабдылда дүйжан, Сарбас, Бортақтың Сансызбайы дегендер жүр. Қуанып кеттім. Кешінде соларға ілесіп, Тауқұйжаңдікіне қонаққа бардық. Сауда бірлестігінің бастығы. Сөйтсек, Құсыман Қабдылдарды Дунқандағы қазақ басқармасы жиынға шақырып алып, елдерің Шинжанға көшпекші, сендерді жібермейміз деп қолда ұстап отырған адамдар екен. Ондай қамалып жатқан басқа адамдар да бар секілді. Бірнеше күннен кейін көп ел көшіп Шихуға, жақсы, Дунқан қаласының солтүстігіндегі 50 шақырым жер. Шихуға келді деп базаршылар келді. Біздің үйде елмен бірге келіпті. Содан әлгі Тоқуйжан көшкен елге 80 аттан сатамын. Апайын алтын күміс болса болғаны деп елге түйесін айдап әкелетін болды. Қожаң берсе қойдың асалдап елдің апайынын сауып алған аз апайыны бар еді. Соған бір кішілеу аттан түйе ауыстырып алып, әлгілермен бірге Шихудағы елге жетіп, сол елмен бірге Шинжанға көшіп өтіп кеттік. Сөйтіп мен төрені көмкесіне де отырып тастағанмын. Дегенмен біздің қазақ кең халық қой. Басқа ұлт болса мен секілді жетімге ондай қайда. Тоқуйжаңыңыз кім деді? Ол Дунқандағы үлкен жер иесі, базарда саудасы бар, шіріп жатқан бай. Сол байлардың бірдемесі болу керек, әйтеу ел Тоқуйжаң дейді. Дәлелқан ақсақалдың құлағы ауырлау, айғайлап сөйлейтін жан. Аузымды құлағыма төсеп, айғайлай менің де тамағым қарлықты. Жарықтық Алла бұйырса қажыға барамын деп көп талаптанып еді. Жасы өлшемнен асып кетіп бара алмай қалды. Адубай Ваңның күйеу баласы Молқы Мұғалым Қожаұлы кеңесті тағы былай жалғастырды. Сол жылдары Ваң Адубай асқынған өкпе ауру еді, үйден шығып ешқайда бармайтұғын. Ел көшуге таяғанда ұзын кәрім Хамидар Дунқанға барып, Ваңның көлікке жүре алмайтынын айтып, қазақ басқармасының бастығы Чинзаеге көмкөмен құмылға жеткізіп қоюды талап етіпті. Елді көшіре алмай зығыртышып отырған үкімет Ваңы бастаса, қарасы ермегенде қайда барады дегендей дереу мақұл болып, бір күні көмке Құлақтыдағы қораға келді. Ваңдікі ағайындар Тұрды мергенің шешесі Бәти кемпір, Секейдің кемпірі Мария қатарлы бірнеше кәрі адам сол машинамен кетті. Бұларды қолды-аяқты Тілмәш Кәкәша Құрманұлы, Шаймардан Көжбәнұлы алып кетті. Қалған ел көлікпен жапырыла көшіп бірнеше күнде Дунқанның аяғындағы Шихуға барып еруледік. Артымыздан Шақабай, Қабдыл, Молқы Салақиттан, Пысқанбай, Сасқанбай қатарлы көп ауыл қотарыла көшіп келді. Бейху Шихудың сарғалын мал басып кетті. Ел айдауға түскен мал арып кетеді. Шинжанға барғанда да біздің қазанымызға ешкім ас салып бермейді. Соғым сойып алайық деп, соғым сойып айдың үстінде аялдап қалды. Уақыт ұзарған сайын үкімет түртпектеп көшуге қузады ел басшылары. Ет тобашыған соң жолға шығамыз деп кәнненге бірсі отыра берді. Сонан бір күні Алакөз Лиянжаң бастап, жүздің үстінде әскери елді қоршауға алып көшуге бұйрық түсірді. Ел амалсыздан шығысты бетке алып, Әншиге қарай көшті. Қалың көш, біріне бірі қосылған мал. Қоналқада әскерлер еді жиі түсіреді. Қонысты Алакөз Лиянжаң өзі көрсетіп береді. Сөйтіп жүргенде Салақиттан хон деген жеріне қонбай мал қосылады. Оңаша барып қонамын десе керек. Алакөз Лиянжаң тарс қойып, Салақиттанның астындағы торала атты атып тастапты. Салақиттан да мойындағы мылтығын жұлып алғанымен араға адам түсіп арашалап Алакөздің хон деген жеріне қоныпты деп естідік. Сонан сол әскерлер елді Дөңбастаудан өткізіп жіберіп қайтты. Қыста малдың жағдайына қарап, жыла қонақта отырып, келесі жылы ақпанның орта шенінде Құмылдың тасбұлағындағы отырған ауылға жеттік. Үкімет зорламаса, ел шынында көше қоймайтын еді. Уаңдікі Чәкенді Алубайдың қызы.
Oğandaki çäkendi ötken güzde berетін bolup, otağının uyagaşın basıp kigizin jaup tige salatyn kılıp koygan. Ol jyly köşügon bolup bermedi. Äligi ak otağda Tasbulakta oturganda uzun garimge arttırıp jiberipdi. Üýtedini 1947 ýylyň жазында oňdy länjüge mejliske çakyryp, oň bara almaýtyn bolup, orduna Hamy älik tärbiýelesip ketdi. Sol ýoly ekewi länjügde aýdyň üstünde jatyp, mejliske gatnaşyp, Hamydyň awruwy länjüge äskeri dogdurkanasyna dawalatyp, tübeseli jazylypdy. Sodan Hamy ekewi awru jalaşkan dost bolgan eken, unda meniň hakym ne? Kelinçegimde alalmay, ýegi kemiregen eneňdi kaňgyryp gaýdan geldi dep, uzun garimdi ittiň etinen jek görüp ketdim. Soňan adamymdy kelesi ýyly otaw jawup zorga berdi. Karya endi Çinjandagy keňesini jalgastyryp ketdi. Gänsu Aksa ýagdanda turatyn pensioner Şakabay Rahmet Ekremulu keňesde tagy bulay jalgastyrdy. 1947 ýyllary agamyz Müstäpe Nurgazyoglu Jortugulda jürüp, urşugyndan ok diýip jaralanyp geldi. Dunhuang Änçiýdiň dogduryna görünüp, anca sawga almady. 1948 ýyly жазda Kasym degen agamyz ertip länjüge baryp, äskeri dogdurkanada neşe aý jatyp dawalanyp sawapdy. Ol zamanda eň pulga jaraýtyn apyň. Bizdiň awul pulajaňyzga apyň salady. Güzde sawup alyp Dunhuanga baryp, astyk şaý okmuldyk, at diýe mol bolsa, ak goýşanга aýrbasta bolady. Müstäpeni sol apynyň pulumen görsetdi. Kasym agamyz Kazu tilini jürik tilmeş adam. Sodan bular qaytyp Änçi ýagdanına gelgende, hökümet adamlary tosup, ýelderiň Çinjanga köçpeýinçe çygarmaýmyz dep tosup taşlapdy. Kenje Bilal degen bir atamyzdy Dunhuanga astykka barganda tosup taşlapdy. Bul gabardy jürgünçilerden estigen soň ulken kişiler otura almady. Tura göçüp Änçiге baryp, tosulgan agalarymyzdy çygaryp aldyk. Sodan jyla gonaktap göçüp, Majyň ömür tawlarynyň basyny 1949 ýylyň basynda ara türkçe jetdik. Eger agalarymyz tosulmasa, ülkenlerden köşü oýy jok bolady. Sodan ara türkden mal tölletip, kelesi keňeş jalgasa berdi. Sodan ara türkden mal tölletip aldyk. Çyгys böklerden kozgalgan Tasbike Jenebil Sarbas Zynan Moluk Salakitdan gatarlarynyň awly üzdük göçüp, Majyň tawynyň batysynda Kara tawuna baryp erülep kaldy. Bulardyň aýdagan äskeri jok edi. Jortugul jortup känikken onçakta zamat känsüden çygar awuzda bir jutup kele goýaýyk dep, ülkenler bir jortup kele goýak dep ülkenleriň sözüni estimey, Jumun awdany kölemindegi ýeginçi malçylaryň malyna baryp ýeşikende, ýel göçken gezde sakdygyny küçeýtip sakaday say turgan, özüni özü gorgap ätiretiniň şabuluna uçurap, Sarbas Reşatkan Baýmagyl ulu okka uçup, joldaşlary atsyp süýegini alalmay elge gaýtyp geldi. Kuş toptap baryp, keskilep taslagan mürdeni alıp bir jumadan soň elge geldi. Soňky gelgen eldiň aýtybyna garaganda, Reşatkanyň basyn Änçi awdanynyň kurrasyna aparyp, agaçka bir juma elip goýup, köşken elge ses görsetipdi. Bul elde ostan keyin aýaldamay özüre tartyp 1949 ýylyň basynda türkelge elendi. Jaňyýe Çiçiwen aýmaklary kölemindegi Şakabay Muhadyl, Sarbas Syban, Ýesegasym alsak, Bazarkul Meseli, Naýman Ahmet, Jädik Majan, Tasbike Kamke, Ýerbay gatarlarynyň awullary köşüge belsendi boldy. Ütkeni bul el batystan çygyska sozulgan Sülen tawynyň terskeyindegi Ulan Kaýır tawly öňürde Moňgul, Zaňzu, Sary Oýgur katary ultlar bilen oýunda Kazu Düngön ultlary bilen aralaşyp konuşlangan. Şişiwan galasynda 40 bostan başgasy 10-15 tütünden asap bıtırank edi. Ýerbay bastagan 60'tyň üstündegi tütün tipti çygysta Gaňloňsy degen jerde bolatyn. Hazırki Suwna dawlatynyň jeri. Sondukdan elişinde bul jerde büýtüp uzak wagt tura bersek, günlerden günde urpaklarymyz tilden de dinden de aýrylyp azyp getir dep alandawçylyk güçlü boldy. Atameken Çinjanga şuga ganaty jok bolup oturgan el, kölügi jok aýtyp boýunça oturgan jerlerine jakyn Çiçiwen Änçi awdanlaryna tasyndy. Kölügi bar maldyň toýunyp kündüň salkyndawyny tosdy. Çiçiwen galasynyň kasyndagy özen jagasyna 130'dyň üstünde karagoş ýynaldy. Bunyň içinde Şinhaýdyň Dolan awdanyndan, Çapçadan göçüp gelgenleri de bar. Gansuwdyň Aksy awdanynda 83 ýaşynda dünýe salgan Sarbas Äbitan Turdukanoğlu bulay geňeş ýerdi. El köçetin bolganda bizdiň Kospen Moldagamyň gosy, Jakşa, Muharrap Äske oğlum meňzeydi.
Молдағамның қосы көмкөмен көшетін болып, таудан Чечуан қаласына ерте түсіп алдық. Басқа туыстарымыз аз ғана малмен елмен бірге көлікпен көшетін болды. Қаланың солтүстік өзен бойында жүздің үстінде қарақоса отырады. Бәрі кедей, шабан-шаландар. Чечуанның қаласында отырғанда мен көп адаммен бірге жиынта су қоймасын жасауға бардым. Шешем де қосымен ере барып бір қанша адамға тамақ істеп берді. Жақша, Шайза Ырбай қызы, Бөкі батырдың немересі. Шайза Ырбай қызы, Бөкі батырдың немересі. Кешке дейін топырақтасып, қан соғамыз. Кешінде Қытай бастықтар құмар ойнап ақша тұтысады. Сонда шатырдың төбесінен салақтатқан қоңырауға ұзын жіп тағып, жіптің үшін давалсымақтың есігіндегі маған ұстатып, бөгде адам келсе тартып хабар бер дейді. Мен көз ілмей қарап тұрамын. Bir түнім бір ақ қойчан. 2 айдай істеген соң күн суытып кетіп, жұмыс тоқтап қалды. Чечуанға келсек, кейбір үйлер қаланың жамбылынан үңгір қазып алыпты. Біз де қыстың сары аязына шыдамай 2 ауызды үңгір қазып алдық. Жылы болады екен. Содан қыс ішінде көмкөмен Чинжанға көштік. Жолға 3 қонып Құмылға жеттік. Құмылдың уәли жолбарыс бастап хал сұрап келді. Тонар тоқашты үйіп тастады. Шикі астықты да берді. Аз күннен соң Пейгалаумен, Атарбамен ара қонып Баркөл құрасына келдік. Күн жылына Баркөлдің шағын құрасының төңірегі малшылардың киіз үйіне толды. Әсіресе саз жағы 4 түлік малға лық толды. Малшы қосшы жүргіншінің көбі қазақ. Барған сайын атамекеннің ыстықтығы байқала бастады. Молда ағам қоржада қасапшылық істеп, шешем құржалықтардың киімін жуып, арқан жібін есіп, аздап ішпек жемек тауып тұрды. 1948 жылдың сәуірінде кіші әкем қапас көлік әкеліп, Түркөлдегі туысқандарға апарып қосты. Осы көшкен елдің ішінде Багажанның шығысы мекендеп қалған Таспике Ербайдың басшылығындағы 60 түтін түгелімен өз көліктерімен көшіп, ұсақ малдарын айдап Чинжанға аман-есен жетті. Өйткені бұлар 1940 жылдан кейін жаушылық көрмеді. Жортуыл-жорт көшіп қонып тозбады. Үкіметтің заңдарлығын жақтап, малдарын өсіріп, жандарын бағып отырып қалды. Сондықтан Чинжанға қайта келген елдің ішінде ең ауқаттылар осылар еді. Сонымен Гансу Чинхайда қазақ біршама мол орналасқан 3 орындағы ел осылай көшіп, шығыс Чинжанға оралды. Чинжан өлкелік үкімет пен Құмыл аймақтық үкімет оралғандарды орналастыру ережесі бойынша оралған адам басына есептеп ақша, астық, бұл чай, мал қатарлы заттық көмек көрсетіп, азып-тозып келген елдің есін жиып, етегін жауына жақсы орай жаратты. Мысалы, Шинхайдан оралған көп санды адам көліксіз жаяу болғандықтан үкімет оларға 30 машина жіберіп алдарынан шықты. Чинжанға қайтқан қазақтарды орналастыру комитетінің меңгерушісі Жорасын Сәліс, Чинжан өлкелік комитеті қоғамдық басқармасынан Ваңтекін, Құмыл районы бәз жию мекемесінен зәріптәрді бастап, Баркөлге келіп орналастыруларын істеп айтты. Тек Шинхайдан Чинжанға оралғандардың жол шығындары мен тұрмыстарына істеген құтқару сомасы 6 миллиард юандық өлке ақшасына жетіп, өлкелік үкіметтің ажыратқан қаржысына зат сатып алып, Баркөлге апарып үлестірді. 1947 жылы 1949 жылдың жазына дейін Чинжанға оралған қазақтар негізінен келіп болды. Қанша қазақтың атамекеніне қайта оралғаны жөнінде ұқсамаған санды мәліметтер бар. Десе де өткен ғасырдың орта шенінде бір бөлім Жүнго қазағының шығысқа ауып, соңында Қызылқырғын болып тозған тарихи ахуалынан санды дерек қалдыру үшін қолымдағы материалдардан мынандай мөлшер сандық мәлімет. 4 мыңның үстінде түтін, 25 мыңға жуық жан-сән біршама шындыққа жанасар ма екен деп қараймын. Ал 1949 жылы 25 мың қазақтан 1266 түтін, 8601 адам атамекеніне оралды. 1942 жылдан 1946 жыл аралығында қашып пысып Чинжанға қайта оралғандар Жәдік Көкей 30 түтін, 150 адам, Сарбас Жүгелбайдың ауылы 20 түтін, 60 адам, Естеулет Тұңғышбайдың ауылынан қалып оралғандар 12 түтін, 30 адам. Жоғарыдағы дерек бойынша 1949 жылдар шығысқа ауған елден еліміздің іші сыртында 1948 түтін, 11.141 адам болған. Түтін санының 52,6% азайғаны, яғни 1752 түтіннің орны өшкен. Адам санының 55,4% азайған. 13.859 адам түрлі соғыстарда, жортуылдарда шahit болған.
Жонтаудың ысында аштан оба, сары ауру қатарлы түрлі науқастардан қырылған. Аз сандысы жолда қалып басқаларға қолды болды. Саудаланып қайыр тілеп жүріп дегендей түрлі себептермен басқа ауылдарға сіңіп кеткен. Шығысқа ауған осы елдің жер сілкінбей сел жүріп, өрт жалмай қысқа ғана 10 жылдың ішінде жарым санының көбінің шығындалып кетуі барысы расында аянышты. Көнегөз қарттарымыздың компартия болмаса жұрнағымыз құрып кете жаздар ма еді дейтін де осыдан еді. Шинжанға оралған қазақтар жол жөнекей көп жапа машаққа тартумен бірге кетер қызды келіп қал деп жол тосқан бұлаңшылардың бұлаңшылығына да ұшырады. Мысалы, 31 наурыз күні Шыңқайдан Шинжанға оралған қазақтың бауыржаны Жүніс 16 түнін бастап Еңуа тауынан өткенде Әнши ауданының солтүстігіндегі 100 километр. Тонаушыларға тап болады. Тонаушылар олардың 3 малшысын атып өлтіріп, 9 адамын ұстап, 489 малын бұлап кетеді. Шыңқайдан Шинжанға қайтқан қазақтан жолда 9 адам қастыққа ұшырады. 10 кигіз үй, мұның үстінде малы бұланды. Көптеген ауқатты семья тақыр кедейге айналып, жол бойы қайыр тілеп күн көрді. Шинжан қазақтарының қоныс аудару тарихы 247 бет. Бұл уақиғаның анығы малын айдап көлікпен көшкен екі ауыл Мажың тауына жақын Юңайша адырына келгенде соңғы ауылдың бір арықтап қалған өгізін бір бала іздеп кетеді. Сол күні түнде 5 мұғыл келіп, соңғы ауылдағы 9 адамды өлтіріп, ертеңінде алдыңғы көштегі Молқы Мәмбет, Жәдік Қуанған, Хаулебайұлы, Кәметәлі Әлбайұлы үшеуін атып, мал мүліктерін бұлап кетеді. Бұлардың туыстары қазір Құмыл ауданына қарасты Тасбұлақ Шопылда. Үлкендердің айтуынша бұдан басқа да бір қанша шығындар болды. Бірақ көшкен ел көтеріліс жасап, үкімет әскермен атысып, үлкен шығын болған жоқ. Шинжан қазақтарының қоныс аудару тарихы атты кітапта ел көтеріліс жасап, Үрімжі мен Құмылдан 2 рет жіберген 4 мәсәптені өлтіріп, Шинжан Гансу тас жолын тосып, Құмыл мен Гансудан жіберген 300 әскерді қазақтар қоршауға алып, қарулы соғыс тудырып, қазақтар ауыр қырғынға ұшырады делінген. 253 бет қысқартылған. Жақсы. Менің сол көші-қондардың ішінде болған көптеген адамдардан ұсынымша мұндай өрескел іс болмаған. Тек қон деген жерге қонбадың деп Молқы Салақиттарының атын әскер басатып тастаған. Салақиттан үкіметке арызданып, үкімет адамдар келіп жиын ашып, осыдан кейін әскерлер алыс жүріп, шатырларын алыс тегіп, елді айдаған қалпы Дөңбастаудан Шинжан әскеріне тапсырып беріп қайтты. Қазір Ақсайдағы Сарбас Хасен, Жәдік Дәрелхан, Мұғалым Қажы, Шақабай Рахмет қатарлы ақсақалдар да осыны дәлелдейді. Алайда 50 жылдан бері мына бір кеңесті естіп келемін. Жин Юан аса қазақы бар жақсы адам еді. 1946 жылдың қысынан бастап Шинжан үкіметі дүркін адам жіберіп, елді Шинжанға көшуге үгіттегенде Чин Юан Чинзайы көшуді дәріптемеді. Ол Шинжан шекара район. Шаруашылығы ішкі өлкелердей дамымаған. Бұл жерде кең жайылымдар жоқ. Несін көшіп әуре боласыңдар деп ел басшыларына айтыпты. Қазіргі Ақсай бөктеріндегі елдің бір жыл кешеуілдеп көшуіне себепші болған да сол Чинзайы дейді. Тағы 1947 жылы Гансу үкіметі қаржы босатып, адам топтап, қазіргі Ақсайдан бастап Хананбарды басып, оңтүстік Шинжанға тас жол салды. Бөктерде отырған елдің тұсынан өткенде сол рудың уәкілі шығып, жолшылардың амандығына, шер суына, ат көлігін жайылыммен амандығына кепілдік етті. Бұл жолдың жасалуына да Чинжуанның белсенді емес болды. Ол тас жол көбейсе, көшпелі сендердің жолдары кесіледі. Тосқындық көбейеді. Мұнда ерікті көшіп жүре алмайсыңдар депті. Жол жасалып Дөңбастауға барғанда, жақшы Ақсай мен Гастың ортасындағы жер аты. Дөңбастауға барғанда ең жерде кепілдік жасайтын уәкілдік жоқ орайынан пайдаланып, Гастегі Құсайының жігіттер жолшының су артып ішетін 200 түйесін қуып кетеді. Жолшы бастықтар Донхуан үкіметіне арызданған соң, Донхуан үкіметі қазақ басқармасының арнаулы жорасын Чинзайға барып шешім жасауын талап етеді. Чинзайы машинамен Гастегі Құсайының еліне астық шай ала барып, хал сұрап, ахуал ұғысып, соңында жолшының түйесін қайтарып беріңдер. Жол жасау өлкелік үкіметтің бір тұтас жоспары. Ешкім де тоса алмайды. Егер өлкелік үкіметтен қудау салса, сендерге ауыр тиеді деп қызмет жүргізеді. Сонда Құсайын: сойып жегеніміз бар,
Шақылықтың ұйғырларына сатып жібергеніміз бар. Мұның орнын қалай толтырамыз деп сұрайды. Іс жүзінде бірде-бір түйе шығын болған жоқ еді. Сонда Чинзая ешбір қиналмастан: «Тәйже, сенің көмегіңді мен де біліп отырмын. Мынау түйе сойып жейтін уақ емес, сендер қиналмаңдар. Санын толтырып қайтарсаңдар болды. Жолшының бастығына жауапты мен айтамын» деді. Сонан ел жақсының орнына жаманды беріп, арықтың орнына семізді ауыстырып, санын толтырып қайтарады. Ешқандай дауламай болмады. Чин Жуан сондай қамқор адам еді. Мына гәстегі мұнайды алғаш байқаған кісі Құсайын Тайжы. Гәссарғалдың терістігіндегі Қағадырдың кейбір жерлерінің топырағы май болып кесек-кесек қара тас сияқты жұмсақ бір нәрселер домаланып жатады екен. Бұны қойшылар көріп таңырқап, кере қапқа салып үйге алып келіп, ауыл ақсақалдарына көрсетіпті. Ешкім де бұның байыбына бара алмапты. Сонан Құсайын Тайжы көріп, отқа салған екен, әлгі қара тас еріп маздап жанып кетіпті. Құсайын: «Бұл жерде қасиетті байлық бар екен. Тастың майы деген осы. Бұдан көп нәрсе жасауға болады деп естігем» дейді. Әрбіреулер теріп әкеліп отқа тамызды қылады. Чин Жуан осы рет келгенде Құсайын әлгі тастың майын алып шығып көрсетеді. Чин 1-2 жылдың алдында Гәсу жұмы мұнай кеніне барған, сонда жер астынан сорып шығарған майдың осындай қара екенін, одан бензин, керосин қатарлы 10 шақты түрлі жанармай, құю май түрлерін өндіріп жатқанын айтып, мынау елімізде кемшілі мұнай деген жанарзат, аса қымбатты кен. Машина, төк, завод дегеннің бәрі де осыдан жасаған маймен жүреді. Мен мұны алып барып өлкелік үкіметке мәлімдейін деп ортаға қарсы алып әкетеді. Алайда осыдан кейін аумал төкпелі заман болып, Гоминдан үкіметі кен ашпақ тұр ғой, жанын қоярға жер таппады. Азаттықтан кейін дереу тексеру жасады да ашты ғой. Бұл көп адамнан естіген кеңестің жинағы. Чинзаямен дәм-тұздас болған елбасылар ерте дүниелік болды да санымызды қағып арманда қала бердік. Атамекенге оралған қазақ негізінен Құмыл, Баркөл, Аратүрік, үш аудан көлеміне орналасты. Алғашында Алубай, Жәнәбіл, Жүніс, Салақитан қатарлардың ауылдары Тәңіртауының шығыс күнгейіне қоныстанған еді. Бұндағы мақсаттар: бірі қайта қазіргі Ақсай көлеміне азаматтарды аттандырып апиын егіп алу. Енді бірі алда-жалда саяси жақта өзгеріс болып, Шинжаңда тұрақтап тұра алмайтын болғанда көрген жерде көде бар деп қайта Гәнсу Шинхайға тартуға шыға беріс қолайлы. Бірақ та қоныстанған ел көп, мал көп болып, жайылым қақтығысы көбейіп, мал диқандардың атызына түсіп дегендей жан таптырмады. Енді бір жағынан бұл қазақтың қайта қашуынан күмәнданған үкімет қайта-қайта үгіттеп жүріп, 1949 жылдың жазында елдің көбін Тәңіртауының теріскейіне көшіріп қоныстандырды. Сонымен бірге Шинжаң үкіметі мынандай белгілеме шығарды: Шинжаңға қайтқан қазақтарды Шинжаң өлкелік басшылар жергілікті үкіметпен бірлесіп лайықты орналастырды. Оңтүстікте Лоtojыңзы, Тишойшуан, Хуаршинши, Уаңтай, Хунлойхы өзен өңірлерінен өтіп кетпейді. Бұған қайшылық жасағандар дереу қолға алынып аластатылады. Зұңпаңның Няншан тау, Гас өңірлеріне қоныстаған қазақтар батысқа қарай Холосы, Тайян, Мотогу, Шиху, Ташаннан және Құмыл өңіріндегі Нәнхудан өтіп кетпейді. Жақсы, әсілі Зұңпаң өңірі болу керек. Бұған қайшылық жасағандар дереу аластатылады. Елбасылары мұны өздеріне қарасты қазақтарға үгіттеп, қазақтардың жоғарыдағы белгілемеге қайшылық жасағанын тежеу арқылы қоғам амандықтың тұрақтылығына кепілдік етеді. Шығыс Шинжаң, Қарашар, Шақылықтағы қорғансыз райондар түгелдей қатаң сақтануы керек. Гәнсу мен Шинхайдан Шинжаңға қайтқан қазақтардың өзін-өзі қорғау полкінің бастығы Жәнәбіл және әрқайсы елбасылары қарастылығында халыққа шекарадан өтіп кетпеу жөнінде қатаң кеңес беру керек. Сондай-ақ Салақиттан Құсыман, Қабдыл, Қами, Ақатай, Алтынбек, Солтан, Бөкеш, Кәбен, Қабай, Оқан, Хамит қатарлы елбасылары одақтасып, қол астындағыларды қатаң басқарсын. Біріншіден, халықтың малын бұлапаламасын, екіншіден, шекарадан өтіп Монғолияны мазаламасын. Бұндай ахуал тудырса, оларды қатаң жазалау керек. Үйтпесе, негізгі жауапты елбасыларына да қылмыс артылады. Қол астындағылар елбасылардың насихатына құлақ аспай, заңға қайшылық жасаса, елбасылар оларды үкіметтің заң бойынша бір жайлы етуіне тапсыру керек. Баркөл, Чонжы, Морой қатарлы жерлерге барып келіп, саудамен шұғылданған қазақтардың қатынас куәлігін, азаматтық куәлігін жердегі сақшы мекемелері мұқият тексеру керек. Осы белгілемелерді
belgilemelerdi atkarı üçün Çincan oralmanlardı orunlaştırу komiteti Kazaklardı konustangan orunlarına karay ülkön kişi bölümçe atletke bölüp жауаптыларын тағайындап, ереже түзімдерін айқындап, басқаруды күшейтудің бір тәсілдері қоғамдық ортаның тыныштығын сақтауға өзіндік жақсы рөл атқарды. Бірақ ел ішіндегі мәселе түгел шешіліп, халық тұтасымен тыныштады деуге болмайды. Ауру келсе де әдет кетпеген оралман қазақтар топ-топ болып ұйымдасып, өздері жер суына қанық кәнсудің батысындағы Дунхуан, Әнши, Чумын, Жиңта, тіпті ішкі Монғолияның Үнжәши ауданына дейін жортуыл жосып, көбінде түйе жылқы қуып, кіре түсіріп олжамен қайтып жүрді. 1949 жылы күзде қазіргі Ақсайдың сай саласына апиын ектіріп кеткендер бірлесіп, сонау Құмылдан Ақсайға апиын сауға 60 кісі барды. Бұлар барғанда мұңғылдар да апиын тонауға келген екен. Әр жерден кездесіп алып, аңсып, атысып, екі жақтан бірер шығында болды. Ең елеулі бір реткісі батыстан шығысқа қарай бөктіріліп келе жатқан 5 қазақты бұрын көрген бір топ мұңғыл, бұлар енді Әнтудағы апиынына келе жатқан қазақтар. Сол жерге барып, жер кепеге кіргенде алайық деп атысыға жақын маңдағы бір төбенің далдасына бұғып жатады. Қазақтар кәннен кәперсіз келіп аттарын отқа қойып, өздері тоған суына дәрет алып, қаз қатар намазға тұра қалып, азан шақырған шақта тарс-тұрс атылып әкетеді. А дегенде ақ 4 адам оқпен бірге түсіп, ең жасы молқы азан жар қабақтан секіріп түсіп, қабақтың астындағы атына мініп, жардың астымен жағалай қашып құтылып, ойдан орап жыңғылдағы жолдастарына келіп хабар айтады. Ертеңінде көп адам барса, молқы Құрманқан, Пысқанбайұлы, Черуші, Тыртық, Қадыр, Қаржау Таспике, Шөрке қатарлы 4 адам оққа шыққан екен. Мүрдесін жасырып қайтыпты.